Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін асқабақтан әдемі дәмді самса жасайтын боламыз. Алдыменен ұнымызға қопсытқыш салып аламыз, бір қасық. Енді бұған дұрыш саламыз. Кішкентай қасықпенен бір қасық. Араластырамыз, ұнға араласу керек. Тұзымызды саламыз. Керегінше ұнымызға қарай. Тағы да араластырамыз. Оған енді сұйық май құятын боламыз. Сұйық майды да ұнымызға сай мен бір 100 грамдай құйдым. Бұған енді комнатный температурада еріп тұрған сары майымызды саламыз, 100 грамдай. Бұны қосып, ерітіп мұжғылаймыз. Жыл су құйып илейміз. Қолымызбен мұж-мұж бәрін араластырып. Өшейтіп илейміз, қамырды әдемілеп мұжып-мұжып. Қамырымыз табағымызға жабыспау керек, сонда әдемі жақсы қамыр болып шығады, ие қанған. Қамырымыз орташа болу керек. Қатты да емес, қатты бос та емес. Орташа. Жайғанға, түйгенге ыңғайлы болып, орташа болу керек. Міне қамырымыз да болып қалды. Бұны салпанға алып қоя тұрамын. Міне қамырымыз болды. Табағымыз осындай тап-таза болса, қамырымыз жақсы ие қанған деген сөз. Енді міне керекті заттар, міне асқабақ, шмай, пияз. Асқабағымызды майдалап аламыз. Ұсақтағып тураймыз. Міне осындай көлемде қамырымыз жайып болды. Самсамыз түйетін боламыз. Самсаны қалаларыңыз бойынша түйе берсеңіздер болады. Кімге қалай ыңғайлы солай түйсеңіздер болады. Мен осылай өріп түйдім. Міне осылай қылып. Тағы бірін көрсетейін. Толтырыңқырап саламыз. Піскенде бұл басылады. Тағы да қайталап жіберейін. Түйуді үйренгілеріңіз келсе, міне осындай шетінен тартып, қысып түйеміз. Екі шетінен тартып отырып қысып. Міне осындай болып шығады, өрілген сияқты форма болып шығады. Самсамыз бәрін түйіп болдым, бәрін бір келке қылып. Бұны листіме салып пісіретін боламын. 180 градуста пісіремін.
әркімнің пеш әрқалай, соның үшін пештеріңіздің қызуына қарай пісіресіздер ғой салып. Міне самсам да дайын. Керемет болып піскен. Сіздерге көмегім тиген болса, арнама жазылып кетіңіздер. Ас болсын.